Тура 2 жыл өткенде Газа секторында атыс тоқтады. Палестиналықтар мекеніне оралып жатыр. Бұл Трамптың жоспарының бірінші кезеңі ғана. Бұл туралы толық айтып берейін. Енді Трамп жоспарына сәйкес Сахал Газадан шығып, оны дәлелдеуі керек. Ал сосын 72 сағат ішінде Хамас израильдік тұтқындарды қайтарады. Трамптың айтуынша, израильдік тұтқындарды Хамас дүйсенбі немесе сейсенбіде босатуы мүмкін. Израиль өзінің 50-ге жуық тұтқынын қайтарып алғысы келеді. Олардың жартысынан көбі қайтыс болған. Ал палестиналық тұтқындарға келсек, өмір бойы түрме жазасын өтеп жатқан 250 тұтқын және 2023 жылға 7 қазандағы терактіден кейін тұтқындалған, бірақ оған қатысы жоқ Газаның 1700 тұрғыны босатылмақ. Яғни бірінші кезең талабы осындай. Қазіргі уақытта Израильдің қорғаныс армиясы Сахал Газа секторының 53%-ын бақылап отыр. Ал палестиналық жұрт жаппай елді мекендерге оралып жатыр. Оған мына видеолар куә. Израиль премьері Биньямин Нетаньяху ұлтқа үндеу жасап, тұтқындарды Газаға әскер кіргізген соң ғана қайтара алдық және уәдемізде тұрдық деп мәлімдеді. Осы арада Мысырда өтіп жатқан келіссөздер жалғасып жатыр. Хамас пен Израиль делегациялары алдағы келесі кезеңнің шарттарын талқылап алмақ. Мәселен, Хамасты қарусыздандыру, Газада қандай билік болатыны және израильдік әскердің толық шығарылуы. Қорыта айтсақ, бұл келісім барысында атыс басталып кетіп, қос тарапта бір-бірін айыптауы әбден мүмкін. Мұндай жағдай көп болған. Бірақ осы кездің өзінде бұл Трамптың жетістігі болып отыр. Дегенмен тағы бір қызық, бейбітшілік саласындағы биылғы Нобель сыйлығы Трампқа емес, Венесуэла оппозиция жетекшісіне бұйырды. Айтпақшы, бұл мен жүргізетін телеграм арна, Ақылтай деп аталады. Сілтеме профильде жазылып қойыңыз да маңызды жаңалықтарды оқи жүріңіз.